Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің 5-ші дәрісіміздің тақырыбы тігін бұйымдарын кестелеу және безендіру технологиясы. Тігін өнерін ежелгі сәндік құралы кестелеу. Бұл курс студенттерге тігін бұйымдарын көркемдегі безендірудің түрі, әдістерін, ұлттық және заманауи сән бағыттарын үйретеді. Курстың мақсаты және міндеті: студенттерге тігін бұйымдарын көркемдеп безендірудің түрлері мен әдістерін, кестелеу техникасының ерекшеліктерін үйрету, ұлттық және заманауи сән бағыттарын қолдана отырып, бұйымның көркемдік мәнін арттыру дағдыларын қалыптастыру болып саналады. Оқу міндеттері: кестелеудің түрлері мен техникасын меңгеру, қолмен және машинамен кестелеу әдістерін практикалық түрде игеру, матаның қасиеттеріне байланысты жіп пен ине түрін дұрыс таңдай білу, ұлттық өрнектер мен заманауи сәндік элементтерді бұйымға үйлестіру, кесте үлгісін эскиз түрінде орындау және бұйымға сәйкестендіру, бұйымды сәндік тұрғыдан эстетикалық безендіру қабілетін дамыту. Кестелеудің тарихи және дамуы. Кестелеу адамзаттың ең ежелгі өнерінің бірі. Ол тігін бұйымдарын сәндік тұрғыдан безендіру үшін пайдаланылады. Кестелеудің тарихи 1000 жылдарға созылады және әр ұлттың өз ерекшеліктеріне стилі мен техникасын қолданылады. Кестелеудің түрлері: қолмен кестелеу, машинамен кестелеу және компьютерлік кестелеу. Қолмен кестелеу ең ежелгі және ең сәнді түр. Қолмен орындалған кесте бұйымға ерекше құндылықты береді. Әр сызық мен түйін қолөнершінің мәйіттік еңбегінің нәтижесі болып саналады. Машинамен кестелеу түрі ол 20 ғасырларда пайда болған техника. Машинамен кестелеу жылдамырақ және бір қалыпты, бірақ қолмен кестелеудің сәндік құндылығына толық жете алмайды. Компьютерлік кестелеу 19 ғасырдың инновациясы. Компьютерлік бағдарламалар арқылы күрделі өрнектерді дәл орындауға болады. Ұлттық өрнектерін цифрлық түрде сақтау және көбейту мүмкіндігі болады. Кестелеуге арналған материалдар мен құрал жабдықтар. Материалдар: кесте жіптері, жүн, ине, хлопок, синтетикалық жіптер. Әр түрлі өзінің ерекшеліктер мен қолданылу аймағы бар. Матаның түрлері: зығыр, мақта, жібек, синтетикалық маталар. Матаның құрылымы кестелеудің техникасын анықтайды. Түстік үйлесімі: жіптің түсі матаның түсімен гармониялы болу керек. Құрал жабдықтар: инелер, түрлі өлшемдегі инелер әр түрлі жіпке және матаға қолданылады. Қолға киетін ұршық матаны тартып, кестелеудің сапасын арттырады. Қайшы жіпті дәл кесу үшін арналған құрал. Сызғыш және карандаш өрнектерді белгілеу үшін арналған. Кесте жіптерінің түрлері мен түстік үйлесімі. Жіптердің түрлері: жүн жіптері, ыстық және ыңғайлы, қыс бұйымдарын безендіруге идеалды жіптің түрі болып саналады. Түстері ұзақ сақталады. Ипек жіптері жарқын және сәндік, ерекше құндылықтары бар, ресми бұйымдарды безендіруге қолданылады. Мақта жіптері универсалды және ыңғайлы, барлық түрлі маталарға сәйкес, жаз бұйымдарына ең сәйкес жіптің түрі болып саналады. Синтетикалық жіптер арзан және ұзақ ұстайды. Қанық түстері бар, балалар бұйымдарын безендіруге өте ыңғайлы жіптің түрі. Түстік үйлесім
Жіптің түсі матасы түсімен гармониялық болу керек. Контрасты түстер кестелеудің айқын көрсетеді. Ұқсас түстер ұтымды және эстетикалық көрінеді. Ұлттық өрнектерде дәстүрлі түстік схемалар сақталады. Ұлттық өрнектердің ерекшеліктері. Қазақ ұлттық өрнектері мыңжылдық мәдениеттің көрінісі. Әр өрнектің өзінің мағынасы, символизмі және тарихы бар. Ұлттық өрнектерді кестелеу қолдану бұйымға ерекше құндылық береді. Геометриялық өрнектер. Қазақ өрнектерінің негізгі квадраттар, үшбұрыштар, ромбтар әртүрлі фигураның өзінің мағынасымен жасалынған. Флоралды мотивтер. Ол өсімдік тектес, гүлдер мен өсімдіктер табиғатқа сұлулық көрсететін ою-өрнектің түрі. Ою-өрнек жаңа және өмірді символизировать ететін жаңағы өсімдік тектес мотивті ою-өрнектерді айтады. Зооморфты элементтер. Ол құстар мен жануарлардың силуетін келтіретін ою-өрнектің түрі. Ол күш, ұнамдылық және сақтау символы. Түлкі, қоян, түлкі сияқты фигуралар немесе қошқар мүйіз деген сияқты солардың сыртқы бейнесінің стилизованный жаңағы оюын түрлерінің зооморфтық элементтерге жатқызады. Авангардтық символдар. Ол күн, ай, жұлдыздар, ұйғарымдар мен сенімділіктің көрінісі. Яғни көптеген жұлдыз формасы немесе абстрактылық оюлардың түрлерін жаңағы авангардтық оюлар деп айтады. Заманауи сәндік элементтер және өрнектер. 19 ғасырда кестелеу өнері және бағыттарды дамуда ұлттық өрнектер мен заманауи дизайн элементтерінің синтезі өте танымал болған. Абстрактілі мотивтер, минимализм және экспериментальды техникаларды қолданылған. Түстік эксперименттерге ғажайып түстік комбинациялары, бірдей градиенттер және эффектілері психологиялық түстік теориясын қолдану арқылы зерттеген. Текстуралардың әсерлері әртүрлі жіптерді қолдану, көлемді кесте, металл жіптермен және тастарды, моншақтарды қосу арқылы текстуралық әсер берген оюларға. Минимализм түрі. Ол қарапайым бірақ сәнді өрнектер, бос орындары ұтымды пайдалану, ішінара кестелеу техникасын айтады. Кестенің эскиз түрінде орындау барысында эскиздің орындау процесі дұрыс болу керек және түстік схема құру керек, эскиз салу керек, идея жинау керек, кестелеуді бастау керек, матаға ауыстыру керек. Түстік схемаға құру – ол жіптердің түстерін таңдау, түстік үйлесімін тексеру, матаны түсімен сәйкестендіру керек. Қағазға эскиз салу, қағазға карандашпен өрнектің негізгі сызықтарын салу, пропорцияларды дұрыс есептеу, композицияны байланыстыру. Ол жаңағы композициялық шешімін дұрыс таңдау болып саналады. Идеяны жинау барысында ұлттық өрнектер, заманауи дизайндар, табиғаттан шабыт алу, түрлі көздерден идеяларды жинау керек. Кестелеу бастау барысында жіпті таңдау және инені таңдау, кестелердің техникасын таңдау, ұқсас түстерден бастап контрасты түстерге өту өте маңызды. Эскизді матаға көшіру, карбон қағазын немесе арнайы маркерлерді қолдану керек. Өрнектерді орналастыруын дәл белгілеу керек. Бұйымды сәндік тұрғыдан эстетикалық безендіру – ол композиция, өрнекті орналастыру бұйымның құрылымына сәйкес болуы керек. Симметрия және асимметрия ұтымды пайдалану, бос орындары ұтымды ету, түстік баланс, жарық және қараңғы түстерді балансын, контрасты түстер кестелеуді айқын көрсетеді.
Ұқсас түстер ұтымды және эстетикалық болып көрінеді. Масштаб өрнектің өлшемі бұйымның өлшеміне сәйкес. Үлкен өрнектер ұлы бұйымдарға, кіші өрнектер кіші бұйымдарға сай болу тиіс. Техникалық сапа кестелеудің сызықтары ұқсас болу керек. Түйіндер ұқыпты және ұқсас болу керек. Жіптің тартылуы деңгейі бір қалыпты болу тиіс. Соңғы өңдеу кестелеу аяқталғаннан кейін бұйымды мұқият өңдеу керек. Жіптердің ұштарын орындау барысында бұйымды жуып және құрғату қажет. Және барлық процестер бұйымның сапасын және ұзақ ұстайтындығына сапасына әсер етеді. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде кестелеу технологиясы бұйымдарды көркемдеу және декоративті қасиеттерін арттырудың тиімді тәсілі екені анықталады. Кесте тігу барысында жіптің түрі, ине номері, мата құрылымы және таңдалған тігіс техникасы бұйымның сапасына тікелей әсер ететіні байқалады. Кестелеудің әр түрлі әдістері қол кестесі, машиналық кестелеу, тегіс кесте, айқас тігіс, ұлттық өнер элементтері бұйымға эстетикалық үйлесім беріп, оны бірегейлігін арттырады. Жұмыс барысында таңдалған жіптердің беріктігі, түстің тұрақтылығы және матаның деформациялануы технологиялық талаптарды дұрыс сақталғанын көрсетеді. Зерттеу нәтижелері кестелеудің шығармашылық қабілетті дамытуға, композициялық ойлау мен түстік үйлесімділікті таңдауға мүмкіндік беретін дәлелденеді. Сонымен қатар кестемен өңделген бұйымдар жоғарғы көркемдік деңгейге ие болып, тұрмыстық және сәндік мақсатта кеңінен қолдануға болатынын анықтайды. Осы дәрісті қорытындылай келе, кестелеудің өнері мен мәдениеті, ол кестелеу тек қана өнер емес, оның мәдениетін, тарихын және ұлттық сәнділіктің көрінісін, ұлттық өрнектерін сақтау және дамыту әр бір ұрпақтың міндеті. Заманауи технологиялар кестелеудің мүмкіндіктерін кеңейтпесе де, қолмен орындалған кесте әрқашан ерекше құндылығын сақтайды. Ұлттық мәдениет ұлттық мәдениеттің сақталуын құралы, әр ұлттың өз ерекше өрнектері мен техникасы бар. Оларын сақтау және дамыту мәдениетін сақталуының кепілі. Шығармашылығы мен өнділігі, ол кестелеу шығармашылық өнділігінің көрінісі, әр қолөнершінің өз стилі мен ерекшеліктерін анықтайды. Кестелеу арқылы өз ішінің әлемін өрнектеуге болады. Болашақ перспективасы кестелеудің өнері болашақта да өндік болып қалады. Ұлттық өрнектердің заманауи дизайнмен үйлестіру және мүмкіндіктер ашады. Цифрлық технологиялар кестелеудің дамуына ықпал етеді. Осымен 5-ші дәріс кестелеудің технологиясы туралы қысқаша ғана мәлімет алдыңыздар. Осы кестелеудің алдағы кестелеудің технологиясы туралы жалғасы да бар. Назарларыңызға пән бойынша жалпы қорытынды, тігін бұйымдарын безендіру технологиясы пәні студенттерге матаны көркем өңдеудің теориялық негіздері мен практикалық әдістерін кешенді түрде меңгереді. Пән мазмұнында батик технологиясы, тігін бұйымдарын кестелеу, джинсы маталарын заманауи әдісімен безендіру, аппликация жасау және ұлттық кестелеу технологияларын жүйелі түрде қарастырады. Оқу барысында студенттер әр түрлі маталардың жібек, мақта, джинсы, киіз былғары тағы басқа қасиеттерін ескере отырып, оларды безендіру тәсілдерін таңдауды, бояу, кестелеу, аппликация және сәндік элементтерді, бисер, тастар қолдану технологияларын, түстік үйлесім, композиция, өрнек пен пішін көркем заңдылықтарын,
ұлттық ою-өрнектердің мағынасы мен символикалық мәнін заманауи сәнде қолдануды меңгереді. Пәннің маңызды нәтижесі студенттердің шығармашылық ойлау қабілетінің дамуы, эстетикалық талғамының қалыптасуы және дайын бұйымды технологиялық әрі көркемдік тұрғыда бағалай алу дағдысының қалыптасуы. Сонымен қатар, пән ұлттық мәдени мұраны сақтай отырып, оның қазіргі сән индустриясымен ұштастыруға бағыттайды. Осы пәнді оқу барысында студенттер әртүрлі маталардың жібек, мақта, джинса, киіз, былғары, тағы басқа маталар сияқты қасиеттерін ескере отырып, оларды безендіру тәсілдерін таңдайды. Бояу, кестелеу, аппликация және сәндік элементтерді бисермен, тастармен қолдану технологияларын, түстік үйлесім, композиция, өрнек пен пішінің көркемдік заңдылықтарын оқу барысында студенттер меңгереді. Ұлттық ою-өрнектердің мағынасы мен символдық мәнін заманауи сәнде қолдануды меңгереді. Пәннің маңызды нәтижесі студенттердің шығармашылық ойлау қабілетінің дамуы, эстетикалық талғамның қалыптасуы және дайын бұйымды технологиялық әрі көркемдік тұрғыда бағалай алу дағдысының қалыптасуы. Сонымен қатар, пән ұлттық мәдени мұрасын сақтай отырып, оның қазіргі сән индустриясымен ұштастыруға бағыттайды. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лекцияны, дәрісті оқыған Наетова Гүлнұр Абудилақызы, сеньор лектор. Келесі дәрісте кездескенше қош сау болыңыздар.